Xayrli kun. Bugungi sabog'imizni boshlaymiz. O'tgan oldingi sabaqda K-level ключевой уровень немесе likvidный zona туралы qo'zg'adik. O'zlaringiz ko'rib turamiz-da. Endi bu yerda bir narsani to'xtab kelasi o'z sabaqda taqriban aytib ketsak bo'ladi. Mana ko'rdingizlar ham, каждый свеча это range диапазон. Uni bitib jelakli seviya shekharni axtarsak, misol neni so'yamiz, sog'im so'yamiz, uni jelaklaymiz degan сияқты. Сол сияқты свечаны желіктеген кезде осындай картина шығады бізде, дұрыс па? Осы картинаны ашқан кезде біз көреміз да, аккумуляция, манипуляция, потом өзінің целіне жетіп, басқа бір ликвидность шешіп, потом сөнеді, былайша айтқанда. Не болады? Разворот болады мына жерде. Біз осы уақыттарды разворот дейміз, енді reversal дейді ағылшынша. И бұл определенный уақыттарда болады да ол. Яғни бұл қай кезде болады? Бір ключевой зонаны мен жұмыс жасаған кезде. И определенный уақыттарда. И оған подтверждение болады. Разворот болғанына. Потом қайтып келіп көп жағдайда болады, кейбірде келмей кететін, чтобы артына не ертпес үшін. Лонгистер кіріп алмас үшін да, мысалы. Кетіп келіп жұмыс істеп кететін болады. Кейбірде осылай жұмыс істеп кетеді. Осыны бір reversal тайм дейді. Яғни өзінің уақыттары бар негізі. Аптада, мысалы, күндіз Нью-Йорк уақыты деген сияқты. Нью-Йоркта көбінесе разворот болады. Енді неде де болып жатады. Азияда да. Кейбір жағдайда. Ол күннің ішінде. Аптаның ішінде вторник, среда, четверг, пятница. Мысалы мына жерде вторникте среда кейбірде болады, понедельникте разворот сразу бастап кететін ше. Көп жағдайда нелерін ашып қарасаңыздар болады. Көп жағдайда вторник, среда астынан разворот болады да, четверг, пятница үстінен разворот болады. И көп жағдайда рынок үлкен развороттарды пятница күні жасайды. Чтоб ол күні адамдардың көбісі келесі аптаға сделка қалдырмайды ғой, жауып тастауға тырысады. Ол үшін пятница разворот жасап, понедельник гэппен ашып деген сияқты. Либо ашылғаннан кейін тағы да ликвидностьпен жұмыс жасап, гэппен ашылып, сразу есеп, сосын құлап кетеді. Соған сондай нәрседен қорқады да трейдерлар көп жағдайда. Понедельникке келесі аптаға сделкаларын қалдырмайды. Ол үшін крупный игрокқа пятница күні разворот жасауға ұнайды. Енді сол нәрсені түсіндіретін қандай, мысалы, жылдың қай уақыттарында разворот болады, айдың қай уақыттарында разворот болады, аптаның қай уақыттарында разворот болады. Соны түсіну үшін, білу үшін бізде келесі тақырыпқа өтеміз. Ол бізде reversal time немесе quarterly theory дейді. Яғни квартальный теория дейді, мысалы, төрттік жүйесі. Осы нәрсені түсінгеннен кейін біз түсінеміз де, что рынокта шынымен не бар да, алгоритм бар. И ол алгоритм төрттік жүйесі бәріне кіреді, короче. Бәрі кіреді, былайша айтқанда. Любой таймфрейм бағанат болған. Көрдіңіздер бізде, айымызда, боковик, мына SSL жиналады, сосын бір болады да, тағы екі болып, үлкен таймфреймдағы PDA дейді. Дискаунтария дейді, яғни дискаунтария деген арзан бағада сатып алу. Любой бизнесінде сол. Арзаннан сатып алып, қымбатқа сату. Именно true open дейді. Любой ненің өзінің true open дейді немесе. True open деген күннің ішінде ол Нью-Йорктың открытиясы. Яғни Нью-Йоркта түнгі 12 болған кезде алгоритм по-новому, потому что рынок Нью-Йорктың уақытымен жұмыс жасайды негізі. И когда Нью-Йоркта сағат 12 болған кезде оларда жаңа күн болады, алгоритм үшін де жаңа күн болады. Ол үшін күннің ішінде Нью-Йорктың Нью-Йорк midnight дейді, оны true open дейді, яғни истинный открытие. Біз негізі әркімнің өз уақыты бар ма, енді олай әркім өз уақытымен ала алмайды. Бізде көп жағдайда рынок 4-5 сағатта, сол үшін содан басталады есеп, расчет. Ол open day, daily open дейді оны.
Nagız открытияны түнүн ичинде немени эсептейт? Жанагы Нью-Йорктун убакыты менен. Нью-Йорк Midnight болгон кезде оны дальнейшем так түшүндүрөбүз. Негизи осы сабактар барысында бизге түнүн ичинде торговля жасоодун кажети жок. Бул сиздерге айлык, апталык, вообще SRT'ди жакшы түшүндүрөт. Сосын бул бөлүм менен сиз айлык, апталык, сосын жылдык разворотторду жасасаңыздар болот. Сол квартальный мисалы жылдын ичинде мына жылдын квартальный биринчи кварталы это бул жанвар кантар менен наурыз айы эле. Экинчи квартал сәуір мен маусым айы. Мынау шілде мен қыркүйек, сосын қазан мен желтоқсан. Осы төрт неге бөлінеді кварталға. Ай бірінші апта, екінші апта, үшінші апта, төртінші апта, иә. Бірінші полноценный аптадан басталады. If week типа бірінші апта қысқа болатын болса, жартысы. Оны игнор жасап, келесі полноценный неден жасайсың дейді. Анау ана аптаның жалғасы болып қалады, короче. Аптаның ішінде бірінші квартал не болады? Понедельник, екінші квартал вторник, үшінші квартал четверг, төртінші квартал среда, сосын четверг. Типа Friday is separated, it has own function. Пятницаның өзінің қызметі бар дейді. Пятница көп жағдайда жалғасы болады, немесе разворот болады тоже. At the beginning of... Ладно, бұл просто түсіну үшін, да? И мына жерде бізде айымды ғой. Айымды. И X деген нәрсе қосылады. Бұл квартальный теория, бұл неге айымды X немесе X айымды деген не шыққанды. Типа айымды и айымды Pro Max сияқты ғой, Pro сияқты. И бұл более углубленно зерттейді. И біз осы уақыттарды білсек, мысалы екінші аптада міне былай мына жаққа барады да, сосын былай разворот жасайды. Сол мына разворот екінші аптада болады, мына разворот үшінші аптада болады, обычно көп жағдайда. Аптаны солай вторникте, средада болады, сосын четвергте обратно разворот болады. Күн ішінде де сондай. Лондонда былай, Нью-Йоркте былай разворот болады. Азияны мына жағын алады, потом мына жағын алады деген сияқты. Жерде Азияның екі жағын Лондон алады, сосын Нью-Йоркте оның екі жағын алады. Енді әртүрлі модельде қатып қалған система жоқ. Егер қатып қалған күнде бір алгоритм қайталанатын болса, ол онда адамдардың бәрі біліп алады дейді да. Ол білімді қалай айтады? Келістіріп, жаңағыдай бір-бірімен қалай айтады? Қосып анализ жасай білу керек та, түсіне білу керек. Бірнеше ақпараттарды керек. И міне мысалы қараңыздар. Таңғы Нью-Йоркте, допустим, Нью-Йоркте бүйтейін. Таңғы 9. Нью-Йорктың уақыты А сетап дейді, енді бұл SRT-де А сетап деп айтылады. А сетап деп атады, SRT ғой обычно. Мынау high time frame, мынау turtle soup. Ол туралы тоже айтамын, міне. Бірінші мынау аккумуляция болды, сосын манипуляция болды, сосын былай болды, сосын былай болды деген сияқты ғой. И всегда осылай рынок жұмыс жасайды. Қарап тұрсаңыздар, енді былай идеальный болмайды. Мына жерде өзінің нелері бар. Бұйыртса мен осы сабақтың астына ссылкалар қалдырамын. Квартальный теория туралы осы видеолар бар. Осы кісінің квартальный теория, секрет, который не хватает методика ICT. И бұл кісі мына кісіден алған, Дайе деген. Мына кісі сол Дайеден оқып, жаңағыдай түсіндіреді, әдемі орысша түсіндірген. Оның ссылкаларын жіберемін, Дайенкін де жіберемін. В принципе, оны орысшаны жіберемін пока.
Бұл нәрсе қатты керек емес қазір сіздерге. Бірақ түсіну үшін керек та. Именно осы видео қарап түсіне болады. Потом менде группада айтқандай, Дайеннің жеке платный несі бар, сырт курсы бар. Ағылшынша и орысша. Орысшаға енді видео болса не арқылы аударған. Яндекс перевод арқылы. Орысшасын қарасаңыз түсінесіз. Бірінші мына видеоны, мына жігіттің видеоларын қарап шықсаңыздар көп нәрсе түсінесіздер. Одан бұрын просто мына видеосын қарап шықсам. В дальнейшем осы мен салып жатқан SRT курсты полный аяқтап, апталық, айлық, жылдық развороттарды анықтап, жаңағы бэктест жасап, сөйтіп түсініп алуларыңыз керек та. Басында сол апталық нелерді, развороттарды ұстап деген сияқты. Потому что ол жерде винрейт жақсы, өте аз ақпаратпен жақсы нәтиже көруге болады. Сол, в общем. Тағы да келетін болсақ, осы нелерді, в принципе, бұл қатты керек емес қазір сіздерге. Чтоб айтпақшы, күн ішінде 90 минут, күн еще 90 минут не бар да. Осы как раз бұл ертең дальнейшем қазір мен бұл нәрселерді өзім тереңдетіп, мен осы біліммен, қазіргі біліммен соны бөлісіп жатырмын. Ол нәрсемен айттым ғой, тек апталық, айлық, сосын жылдық нелерді ғана SRT жасай аламыз. Мына біліммен мыналарды, сосын Дайеннің нелерімен қосып, ертең бұйыртса SRT 369 деген, немесе SRT Pro сияқты қылып саламын да, тағы да жалғастырып, пока мынаны меңгеріп аламын, содан нәтиже көрсетіңдер. Сосын келесі саламын, который бір күннің ішінде не жасауға болады, жақсы развороттар ұстауға бір күннің ішінде. Ол уже бір определенный уровень, деңгей. Оған дейін сіздер мына SRT-ні түсініп алуларыңыз керек. Солай. Тыңдағандарыңызға рахмет. Нұрсұлтан квартальный теория.